Сәлеметсіңдер ме, білім алушылар? Қазақ тілі 7-ші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз футбол ойнаймыз. Мұғалім Мұхаммадиева Меруерт Багдавлетовна. Бүгінгі сабақтың мақсатымен таныс болайық. Құрметті оқушылар, әдеттегідей жаңа сөздермен танысамыз. Қақпаға тұру. Мынау қақпа. Қақпаға тұру. Ұпай алу. Денсаулық кепілі. Спорт денсаулық кепілі. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз спорт тақырыбымен, футбол тақырыбымен тығыз байланысты. Айтылым тапсырмасы 106-шы бет. Сұрақтарға жауап бер. Отвечайте на вопросы. Футбол ойнағанды ұнатасың ба? Футболға соңғы рет қашан бардың? Үйде футболды кім көп ойнайды? Футбол ойнағанда сен гол соқтың ба? Осы сұрақтарға ауызша жауап береміз. Устно отвечай на вопросы. Футбол тақырыбымен байланысты, спорт тақырыбымен байланысты ойымызды жинақтап сұрақтарға жауап береміз. Мынау футболшылар, футболшылардың алаңы. Енді балалар, тыңдалым, оқылым тапсырмасы. 3-ші тапсырма мәтінді оқы. Мұқият тыңдаймыз. Сәлем, Нұрасыл. Сәлем, Толя. Нұрасыл, сен футбол ойнағанды жақсы көресің бе? Әрине, футбол әлемге танымал ойындардың бірі. Мен де футбол ойнағанды жақсы көремін. Ертең футбол ойнаймыз. Сен де кел. Кімдермен ойнаймыз? Көше мектептің балаларымен ойнаймыз. Қай жерде ойнаймыз? Біздің мектептің футбол алаңында ойнаймыз. Төреші кім болады? Дене шынықтырудан сабақ беретін Асқат ағай төреші болады. Сен допты жақсы тебесің бе? Жақсы ойнауға тырысамын. Футбол қиын әрі қызықты ойын. Әр ойыншының атқаратын рөлі бар. Топ ұйымшыл болғанда ғана жеңіске жетуге болады. Иә, дұрыс айтасың. Оны бәрі білетін шығар. Мен қақпада тұрамын. Жарайды. Қақпада тұру өте қиын. Допты қақпаға кіргізбеуге тырысасың ғой? Әрине. Бар күшімді салып ойнаймын. Біз көп ұпай жинаймыз. Біз жеңеміз. Рахмет, айтқаның келсін. Ертең кездескенше. Сау бол. Балалар, диалогты мұқият тыңдаймыз, одан кейін өзіміз оқимыз. Слушаем диалог. Теперь прочитаем. Мән береміз. Түсініп оқимыз. Қарамен жазылған сөздерге назар аударамыз. Жалпы диалог не туралы екен? Диалог футбол ойыны туралы. Нұрасыл мен Толяның өзара сөйлесуі, өзара қарым-қатынасы, футбол туралы, көше мектептің балалармен ойнайтындығы жайлы айтылады. Енді мәтінмен жұмыс. Жазылым тапсырмасы. Мәтіндегі қою қаріппен жазылған сөздердің синонимін тап. Сол сөздермен сөйлем құра. Сөйлемнің мағынасы өзгерді ме? Түсіндір. Яғни біз алдыңғы мәтін бойынша жұмыс жасаймыз. Найдите синонимы к словам, написанным жирной буквой в тексте. Әлемге танымал, жақсы көремін, төреші. Қай жерде осы сөздердің синонимін табамыз және сол сөздермен сөйлем құрастырамыз. И составляем предложение. Найдем синонимы и составляем предложение. Мысалы, например, әлемге танымал, әлемге танымал. Атақты, синоним атақты. Қазақстанда атақты футболшылар өте көп. Осы тәртіппен сөйлем құрастырамыз балалар. Тілдік бағдар, грамматика, топтау сан есімдер. Топтау сан есімдер дегеніміз не? Соған тоқталайық. Алдағы уақытта грамматика бойынша жұмыс жасаймыз. Топтау сан есім заттың санын топтап көрсетеді де, нешеден, қаншадан сұрақтарына жауап береді.
топтау сан есімдер дара сан есімдермен қосарланған сан есімдерге шығыс септік жалғауы жалғану арқылы жасалады. Мысалы, дара түрде 3-тен, 40-тан, 100-ден, 90-нан, ал қосарланған түрде 5-5-тен, 6-6-дан, орыс тіліндегі аудармасына көңіл бөлейік. 40-тан по 40, 10-10-нан по 10, 5-5-тен по 5. Прочитаем перевод. Топтау сан есімдер. Мұқият оқып шығамыз. Ережесімен қазақ тіліндегі, орыс тіліндегі ережесімен танысамыз. Енді балалар, тілдік бағдар бойынша, грамматика бойынша жұмыс жасаймыз. Топтау сан есімдерін қолданып, сурет бойынша диалог құрыңдар. Используя топтау сан есімдер, составьте диалог по картинкам. Используя топтау сан есімдер. Еще раз прочитаем правила топтау сан есімдер. Используя топтау сан есімдер, составляем диалог по картинкам. Түсінікті ме балалар? Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Келесі кездескенше.